Құмды көшкінен сақтайтын сексеуіл тұқымы сиреп барады. Оны жаппай кесуге мораторий жарияланбаса жойылып кету әбден мүмкін. Отырарлық орман сақшылар осылай деп дабыл қағып отыр. Тақырыпты Қызылқұм өңірінде сексеуіл дәнін қолдан сеуіп жатқан қорықшылармен жүздесіп қайтқан тілшіміз сабақтайды. Бұл адам ізі баспаған Босаға қыстауының маңындағы қызу тіршілік. Бірі жер жыртып жатыр, екіншісі тіркемемен сексеуіл дәнін себуде. Бірнеше айдан бері далада қонып, қайнаған жұмыстың ортасында жүрген қорықшы Нұрлан Балабеков әрбір күнді тиімді пайдалану керек дейді. Былтырғыдан қарағанда биылғы ауа райы өте қолайлы болды бізге тұқым себуге, сексеуіл тұқым себуге. Бұның 7485 гектарымыз жоспар бойынша жоспарланған. Жоспарда 7485 гектар толығымен орындалды. Жалпы құмды алқапта ғана өсетін сексеуілдің өздігінен дән шашып, табиғи жолмен өсіп жетілу үшін кемінде 4 жыл керек екен. Ағаштың бұл түрі құмды көшкіннен сақтап қана қоймай, экологиялық жағдайды қалыпты ұстап тұруға да пайдасы көп дейді қорықшылар. Мысалға, мынау сексеуіл ағашына шамамен 25-30 жылдың көлемі болған. Мына ағашқа бұл осындай баяу өсетін өсімдік. Күзгі мезгілде мынау жаңағы қазан ұрған уақытта жинауға кірісеміз. Сол уақытта толық дәні пісіп жетіледі. Одан кейін бұл дәнді дайындалған жерлерге апарып қолдан егу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Отырар ауданына қарасты жалпы орман қорының жер көлемі 1 миллион гектардан асады. Оның басым бөлігі құмды алқап. Биыл соның 7485 гектар жеріне дән себу жұмыстары жүргізілген. Бұл жұмыстарға 20 МТЗ-80 тракторлері, 5 ХТЗ 150 тракторлер жұмылдырылып, бүгінгі таңда жұмыстар аяқталып жатыр. 14 жылдың көктем айында сексеуіл көшетін отырғызу мақсатында келесі жылға биыл жер дайындап жатырмыз. Қызылқұм өңірінде сексеуілдің екі түрі кездеседі екен. Ақ және қара сексеуіл. Екеуі де өздігінен дән шашып, табиғи жолмен көбеюге бейім. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш тым азайып кеткен. Ағаш санын көбейту мақсатында тіпті көшеттеп те отырғызылады. Алайда оны жетілмей жатып кесу тиылар емес дейді қорықшылар. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Оңтүстік Қазақстан.